Орталық Азия мемлекеттері, соның ішінде Қазақстан, осы шөлейттену, жер деградациясына ұшырауға өте сезімтал, бейім аймақтардың біріне жатады. Осы мақсатта біздің жобаның мақсаты осы Қазақстан Республикасының оңтүстік аймақтарында тұрақты дамыту үшін табиғи ауыл шаруашылық жерлердің тиімді басқаруда ғылыми қолданбалы негіздемелерін жасау болып табылады. Яғни біз жобамызда осы жерлерді бағалаймыз, мониторинг жасаймыз, қандай жерлер, қандай деградация түрлеріне ұшырап жатыр. Яғни деградацияның неше түрлісі бар. Негізі екі фактор, бұл климат факторлы болса, екіншісі адами фактор. Осы қандай фактор, қандай жерлерге әсер етіп жатыр. Осы мақсаттарды орындай отырып, міндеттерді орындай отырып, біз әртүрлі бағалау карталарын, мониторингтік карталарды және де әртүрлі шөлденуді, деградацияның критерияларын, индикаторларын бағалау әдістемелерін ұсынамыз. Және де ұсына отырып әртүрлі ұсыныстар, негіздемелер және де іс-шаралардың қандай іс-шаралар жүргізу керек екенін көрсететін боламыз. Біздің міндеттеріміз, мақсаттарымыз осы болып табылады. Жер бетінің тозуын бақылаудағы бірден бір қиыншылықтардың бірі ландшафттарда орын алған өзгерістердің ұзақ және қысқа мерзімді динамикасын бақылау қажеттілігі болып табылады. Жерді қашықтан зондтау деректері қазіргі таңда ең көп қолданылатын деректердің бірі болып саналады. Яғни соңғы 40 жылдық жер бетінің өзгерісін анықтауда кеңінен пайдаланады. Яғни бұл дегеніміз жер серіктерінің ұшу мерзімінің ұзақтығы менен олардың бағдарламасына байланысты болады. Қазіргі таңда ең кеңінен қолданылатын Landsat жер серігі 1972 жылы ұшырылған болатын. Дегенмен 1970-80-90 жылдардағы аралыққа бақылау жүргізу кішкене қиындық туғызады, өйткені ол кездегі суреттер жер бетінің барлық бөлігін қамтымады. Біз өз жұмысымызда шөлейттену зерттеулеріндегі өзгерістерді анықтау үшін үнемі қолданылатын вегетациялық индекстерді қолдандық. Ол NDVI, EVI, SAVI және MSAVI индекстері. Сонымен қатар қосымша индекстер ретінде су индекстері NDWI, MNDWI, ылғалдылық индексі NDMI, топырақ индекстері BSI, SSSI, GSI және NBR. Сонымен қатар құрғақшылық индексі AI және шөлдену индексі DDI пайдаланылды. Біз өзіміздің жұмысымызда Terset ETM платформаларын пайдалана отырып, шөлейттену қауіптілігін анықтау жұмыстарын жүргіздік. Климаттың ғаламдық жылыну жағдайында қазіргі кезде көптеген мәселелер бар. Соның ішінде шөлейттену процесі қазіргі кезде Қазақстан үшін өте маңызды. Шөлейттену процесін, шөлейттену қаупін бағалау үшін әрине бізге қалыпты жылдық ағымды немесе су өтімдерінің көп жылдық орташа мәні қажет болады. Біз осы жоба аясында шөлейттену қаупін бағалау үшін ең алдымен су өтімдерінің орташа мәндері жөніндегі гидрологиялық базаны жасап, сол база бойынша қалыпты жылдық ағындының түрлі қамтамасыздықтағы мәндерін анықтадық. Түрлі қамтамасыздықтағы мәндерінің ішінде бізге осы еліміздегі, соның ішінде оңтүстік аудандардағы шөлейттену қаупін бағалау үшін оның мәні маңызды. Бағдарламаның алдына қойылған мақсатын орындау барысында, яғни шөлейттену және деградацияға ұшыраған Қазақстанның оңтүстік аймағындағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді көрсету кезінде біз далалық және климаттық гидрологиялық мәліметтермен қосымша жерді қашықтан зондтау мәліметтерін кеңінен қолдандық. Яғни деградация шөлейттену процестерін анықтау кезінде біздер ылғалдылық индексі, өсімдік индекстері және су индекстерін қолдандық. Және соларды қолдану арқылы біздің қашықтан зондтау деректері арқылы алынған нәтижелерді, яғни далалық жұмыстарымен көп жылдық климаттық гидрологиялық мәліметтермен байланыстырып корреляция жасадық. Еліміздегі 272,5 миллион гектардың 70%-ға жуығы жайылым жерлер. Қазіргі кезде осы республикамыздың жерлерін
дұрыс пайдалану үшін, ұтымды пайдалану үшін мемлекет тарапынан өте көп бағдарламалар қабылданып жатыр. Олардың бірлігі ең негізгілерінің бірі ауыл шаруашылық өндірісін дамыту бағдарламасы. Осы бағдарлама аясында еліміздің әрбір аймақтарының ауыл шаруашылығын дамыту үшін негізгі ауыл шаруашылығындағы өндіріс құралы ол әрине жер ресурсы. Жер ресурсын ұтымды пайдалануымыз керек, бірақ та қазіргі кезде климаттың өзгеруіне байланысты елімізде болып жатқан шөлейттену процесі өте тез қарқынмен жүріп жатыр. Осыны болдырмау үшін біздің бағдарламаның аясында қазір біз ғылыми қолданбалы негіздемесін, шөлейттенуді болдырмаудың ғылыми қолданбалы негіздемесін әзірлеп жатырмыз. Кез келген ғылыми зерттеу жұмыстарында басты мәселе ол әсіресе мына жер туралы ғылымдарда басты мәселе ол дала зерттеу жұмыстарының дайындығы, дала зерттеу жұмыстарын өткізу. Енді бүгінгі таңда ең жақсы дамыған, таралған ол ландшафтты профильдеу әдісі болып келеді. Соны біз пайдаландық. Енді осы профиль бойынша жұмыс істеу барысында көп жұмыстар атқарылады. Алдымен жаңағы профиль бойынша өзіміздің бақылау нүктелеріміз болады. Бақылау нүктелерінде қысқаша айтқанда түсіріс жұмыстары дейміз. Біріншіден оның орнын анықтаймыз, координаттарын көрсетеміз. Сонымен бірге қазіргі техника, технология дамуына байланысты біздер әртүрлі дрондарды пайдаланамыз, БПЛА қолданамыз. Осы нүктені баяндау алдын, осымен алдын түсіріп аламыз. Ғалымдар қол жеткізген зерттеу нәтижелері ауыл шаруашылығының табиғи ресурстарын ұтымды басқаруды, табиғи әртүрлілікті сақтауды, жердің құнарлылығын, ауыл шаруашылық жүйелерінің тұрақты жұмыс атқаруын қамтамасыз ететін болады.